Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Қатпарлы самсамыздың қамыры өте әдемі, жұмсақ және песочный болады. Мен құрамымен таныстырып өтетін боламын, ал сіздер менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сол кезде менің жариялаған видеоларымның барлығын сіздер бірінші болып көріп отыратын боласыздар. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен ыдысымызға 150 грамм сұйық майды құямыз. Және осы сұйық майдың үстіне 150 грамм қаймақ қосамыз. Қолдың қою 25% қаймағымен де қаймағымызды саламыз. Және де осы қоспамыздың үстіне 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Әдемі біркелкі болғанша араластырамыз. Және ерітілген 150 грамм сары майды тағы да қосып, жақсылап араластырамыз. Және осы қоспамызға 1 шай қасық тұз қосамыз. Жақсылап араластырып шығамыз. Біркелкі масса болу қажет. Жақсылап араластырып болғаннан соң, ұнды електен өткізіп қосамыз. Ұнды електен қажетті мөлшерде қосып аламыз және жұмсақ етіп қамыр елейміз. Електен міндетті түрде өткізген дұрыс, себебі ұн електен өтпесе, қандай жағдай болмасын, қамырымыз түйіршік болып қалуы мүмкін, сондықтан електен өткізу міндетті түрде. Қамырымыз әдемі, песочный болып шығады. Жақсылап тұрып қамырымызды елеп алғаннан соң, бетін жауып тындырып қоямыз. Жарты немесе 1 сағатқа тындырып қойсаңыздар болады. Осы уақыттың ішінде қамырымыздың ішіне салмасын дайындаймыз. 2 орташа көлемдегі пиязды жақсылап тураймыз. Сіздерге дәл осы мен сияқты турауға кеңес беремін. Сол кезде ешқандай қиыншылық болмай, қолмен оңай турауға болады. Бірінші осылай ұзыннан кесіп алып, одан кейін барлығын кесіп шығамыз. Сол кезде пияздыңыз әдемі болады. Және мен асқабақ қостым. Асқабақтың сезоны, яғни асқабақ дәл қазіргі уақытта көп болғандықтан, балаларға осы витаминдерді жегізуге тырысып жатырмын. Жақсылап тураймыз. Майдалап барлық асқабақтарымызды турап болғаннан соң, қоспамызға қосамыз. Келесі қоспамыз картошка. Картошкамызды жақсылап турап, майдалап, 4 бүріштілеп тураймыз. Видеодағыдай. Қажетті көлемде мен 2 картошка турадым. 2 картошка жеткілікті. Картошкаларымыз турап болған соң, болгар бұрышын дәмін әдемі ету үшін қосамыз. Осылай жақсылап бірінші ұзыншалап турап аламыз, одан кейін оны да майдалап турап жібереміз. Менде балалар үйде болгар бұрышын жемейді, папамыз да сондай, сондықтан майдалап ішіне турап жіберуге тырысамын. Ал енді осы қоспаларымызға балығын, сиырдың фаршын қосамыз. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Тұз саламыз, бұрыш саламыз және паприка салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз.
1 шай қасық көлемінде салсаңыздар болады. Тұзды да 1 шай қасық және паприканы да 1 шай қасық көлемінде салыңыздар. Мен көз мөлшермен өзім үйреніп қалған жағдайда салып шықтым. Жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі болу керек. Барлық жеріне тұзы, дәмдеуіштері сіңгені дұрыс. Ал енді қамырымыз дайын болды. Қамырымызды алып, жақсылап тұрып, бөліктерге бөліп аламыз. Қамырымызды 4 бөлікке бөлдік және әдемілеп осылай дөңгелектеп аламыз. Бізге жаюға ыңғайлы болу үшін. Кішкене ұн сеуіп, қамырымызды ұзын етіп жаямыз. Себебі бізге дөңгелек етудің қажеті жоқ, сондықтан ұзын сопақша етіп жаямыз. Видеода көріп тұрған боларсыздар, мен ұзын етіп жайып жатырмын. Не үшін ұзын етіп кенімді қазір көретін боласыздар. Дәл осындай болған кезде ұзын жағынан алып, қамырды осылай ортаға қарай жинаймыз. Бізде қамырымыз қатпарлы осындай болып шығады. Және оны біз қойған күйінде үстіне салмамызды осылай видеодағыдай салып шығамыз. Салмамызды салып болғаннан соң қамырымыздың екі шетін жұқалап бір-біріне тигізіп жабыстырып шығамыз. Қамырымыздың екі шетін жабыстырып болған соң салма салынбаған шеттерді осылай қысып шығамыз. Қысып болған жерлерімізді пышақпен жақсылап кесіп аламыз. Және олар шығып кетпес үшін, ажырап кетпес үшін шеттерін осылай қысып аламыз. Шеттерін қысып осылай самсаларымызды формаларына салып дайындап аламыз. Екі шетін жақсылап қысыңыздар. Бірінші зуаламыз дайын болды. Дәл осы жасаған әдістерімізді осы екінші зуалаға да солай қолданыңыздар. Бірінші зуаланы көрмей қалған болсаңыздар, немесе бір жерін түсінбей қалған болсаңыздар деген оймен екінші зуаланы да осылай сіздерге көрсетуді жөн көрдім. Қамырларыңыз осылай әдемі қатпарлы болу керек. Видеода барлығы түсінікті болып жатыр. Бірақ түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийде сұрақ қоюларыңызға болады. Мен барлығын көріп, сіздерге жауап беретін боламын. Бетіне жұмыртқаны сарысы мен ағын араластырып жақтым және әдемілік үшін мак сеуіп шықтым. Және 180 градуста 30-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Менде дәл осындай әдемі қатпарлы дәмді самсалар дайын болды. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және осы сияқты әдемі дәмді рецептерді көргілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Мен сіздердің каналыма келгендеріңізге қуанатын боламын.